Кезде осындай пасхальный жұмыртқа жемеген адам жоқ шығар, айтыңыздаршы. Кезінде тетя Света, тетя Ниналардың осындай жұмыртқаларын күтіп отыратынбыз ғой. Ең басында куличтері өте дәмді болатын. Бір пакет алып келіп, кәдімгідей бауырларымызбен таласып, мәз-мейрам болып жеп қоятынбыз. Жұмыртқа білмеймін, ерекше бір дәмді болып көрінеді, себебі әртүрлі түсте болғаннан кейін ба. Бүгін баламызбен осындай бүгін творческий бізде беспорядок деп қойын ба. Бүгін барлығын жасауға рұқсат беріп жатырмын. Осындай дүкеннен 4-5 осындай краска сатып алдық. Негізі түстерді жаттауға да өте оңай екен, негізі бірге жасаған өте қызығырақ болады екен. Сосын үстіне жақсылап тұрып, қайнаған ыстық суды құятын боламыз. Менде осындай 4-5 краска шықты. Одан кейін үстіне алмалы уксусымызды саламыз. 1-2 қасықтан барлық жеріне салып шығасыздар да. Содан кейін оппанай жұмыртқаларды осылай сала береміз. Өте қызықты процесс. Коучтердің айтуы бойынша барлығымыздың ішінде бір бөпе болады дейді. Сол бөпенің өзі кәдімгідей қуанып жатыр ғой. Сенесіздер ме, есейсек те өзіміз бала сияқты екенбіз. Сонымен осылай алып жұмыртқаларымызды кішкене аунаттық та, осындай бір ыдысқа жақсылап тұрып саласыздар. Сосын жылтырлап тұрсын десеңіздер, кәдімгі тамаққа қосатын сары майды алып осылай салфеткамен сүртіп шықты. Жұмыртқа жемейтін баламның өзіне өте қатты ұнады ғой. Аппетитный болып көріне ма, сондай екен. Сонымен осылай болып шықты. Біздің жұмыртқаларымызды бағалап жеріңіздер. Сіздерге ұнаса, лайк, комментарий басып маған тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздер балапандарыңызбен қандай ойындар ойнап, қызықты уақыт өткізесіздер, сол жайлы жаза кетіңіздер.